Сәлем достар, бүгін сіздермен фруктовый смузидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге 2 порция үшін 2 банан, 4 киви қажет болады. Сыртындағы қабықтарын тазалап, бөліктерге бөліп, блендерге саламыз. Балмұздағымызды да бөліктерге бөліп, үстінен саламыз. Барлығы біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Мінекей, смузиіміз дайын болды. Енді осы смузиді өзіңізге, отбасыңызға арасында жасап, қуантып қойсаңыздар болады. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше.